Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін үлкенге де кішіге де ұнайтын чоко-пай печеньелерінің пирожный түрін үй жағдайында жасап көретін боламыз. Сондықтан соңына дейін видеоны қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, бағалап кетіңіз. Барлық ингредиенттер описанияда көрсетілген. Ең алдымен мискаға жұмыртқамызды осылай жарып, үстіне қан салып, ағарғанша миксерлейміз. Одан кейін үстіне сүтімізді құйып, тағы да 5-6 секунд миксерлеп аламыз. Бөлме температурасындағы да сары майды салып, барлығын жақсылап араласқанша миксерлейміз. Одан кейін ұнымызға разрыхитель қосып араластырып, ситадан өткізіп, оларды да біртіндеп салып миксерлеп шығамыз. Қамырдың консистенциясы осылай болуы қажет. Егер сізде сұйық болып шықса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Дайын болған қамырды осылай мешокқа салып аламыз. Мешоктың бас жағын қайшымен кесіп, чоко-пай печеньелерінің формасын шығарамыз. Дәл видеодағыдай қапшықты осылай айналдырып, домалақ тәрізді етіп жасаймыз. Бұл пирожныйлар менің ең жақсы көретін тәттілерімнің қатарында, сондықтан біз жиі жасаймыз. Егер сізге ұнаса, сізде балаларыңызға жасап беріңіз. Пирожныйлар осылай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Дайын болған пирожныйлардың шетін осындай формамен кесіп аламыз. Не болмаса, стаканмен кесіп шықсаңыздар да болады. Осылай кесіп алғаннан қалған крошкаларды балаларға берсеңіз, әп-сәтте тауысып қояды. Немесе кез келген креммен араластырып жесеңіздер де дәмді болады. Барлығын кесіп алғаннан кейін ортасына жағатын кремді дайындаймыз. Ол үшін 30 мг суға желатинді салып, 15 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдыста тағы да 30 мг су құйып, 1 шай қасық лимон согын қосып, оның үстіне қан салып, барлығын біркелкі қылып араластырып, одан кейін баяу отта 5-6 минут қайнатып аламыз. Дайын болғаннан кейін оттан алып, желатинмен араластырамыз. Үлкенірек ыдысқа желатинді осылай салып, біртіндеп дайын сұйықтығымызды қосу арқылы миксерлейміз. Яғни, аппақ болып, қоюланып, крем шыққанша миксерімізді тоқтатпаймыз. Креміміз осылай қою әдемі болып шығады. Оны қапшыққа салып алып, пирожныйларымыздың ортасына жағып шығамыз. Асықпай осылай видеодағыдай кремді құйып алып, пирожныйдың екінші бетін жабамыз.
Барлық пирожныйларымызды осылай бір-біріне біріктіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін ортасындағы крем қату үшін холодильникке 1-2 сағатқа қоямыз. Холодильниктен алғаннан соң осылай шоколадпен сыртын қаптаймыз. Шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аласыздар. Әрине, печеньеларды магазиннен сатып алып жеген өте оңай, бірақ өз қолыңызбен пирожный түрін осылай жасап көргенге не жетсін. Егер сіздерге ұнап жатса, балаларыңызға да үй жағдайында осылай дайындап беріңіздер. Міндетті түрде ұнайды. Барлығын шоколадқа малып алғаннан кейін холодильникке шоколады кеуіп қатқанша қойып аламыз. Біздің пирожныйларымыз дайын. Барлықтарыңызға ұнайды деп сенемін. Сондықтан менімен қалмай, барлық рецептімді қарап жасап көріңіздер. Егер сіздерге видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта тағы да қандай рецепттер қажет, соны комментарийға қалдырып өтсеңіз, біз сіздермен міндетті түрде жасап көретін боламыз.